Достар, барлығына сәлем. Ал видео басылмас бұрын мен Жанеркеге, Гүлмираға, Мисс Гулиға, Асел Махамбетке, Дария Мейірханға, Жанеркеге, Төлепбергенге, Ерасылға, Айкаға сәлем жолдағым келеді. Мені көріп жүргендеріңізге көп-көп рахмет. Ал онда біз бастаймыз. Сәлем, менің атым Дженнифер. Және мен бір нәрсені мойындауым қажет. Ұзақ уақыт бойы мен өз жақынымды жек көрдім. Ал қазір мен бұған қатты ұяламын. Менің Стелла деген сіңілім бар. Ол туылған кезде мен 4-те болдым. Мен сіңілім болған қатты күткен едім. Стелла ауырып туылды. Сондықтан бірнеше жетілер бойы ауруханада жатты. Ал сол кезде бәрі Стелла үшін уайымдап, мені ұмытып та кетті. Бар болған 3 жеті бұрын бәрінің назары мендеді, ал енді барлық Стеллаға тиесілі болды. Менің халімді ешкім сұрамады да. Мен бұны қалай тоқтату керек екенін біліп, үйде жанжал құрдым. Бірақ ата-анам менің бұл қылығыма көз қырында салмай, тіпті қызғаншақ болма деп айтты. Ата-анам Стелланы ауруханадан ауруханаға апарды. Ал мен сол кезде жалғыздыққа үйрендім, және маған берілу керек назардың тек жартысын ғана алдым. Сол кезде мен мектепке бардым. Жағдай жақсармады. Ал менің ата-анам бар уақыттарын, ақшаларын Стелланы емдетуге жұмсады. Өзіме көңіл бөлдірту үшін мен айғайлап та, көмек сұрап та көрдім. Сонда ата-анам мені жақсы көретіндіктерін және ешкімге тәуелді емес деп ойлатындықтарын айтты. Ең жаманы, мен үйден кетіп, басқа қаладағы мектепке ауысқанда басталды. Мен ата-анамнан гитара алып берулерін өтіндім. Бәрі жақсы болатын. Менің сіңілім мектепке барып жүрді, денсаулығы да жақсарып қалды. Бірақ сосын Стелланың өкпесі ауырып қалған болып шықты. Және дәрігерлер ата-анама оны 1 айға көлдің жағасындағы санаторийге апару керек деді. Мен не естіді деп ойлайсыздар? Жаным-ау, кешір енді. Санаторий бұл арзан емес. Біз қазір гитара ала алмаймыз. Аздап тоса тұрасың-ау. Мен жынданып кеттім. Тағы да Стелла бәрін алды. Ал мен үйден ит сияқты түксіз кетіп барам. Сосын мен қысқы демалыста үйге ашуланып келдім. Менің таңғалуыма қарай Стелланың бір сыйлықты әкеле жатқанын көрдім. Басында бұны ұқпай қалдым, ал сосын ол гитара болып шықты. Бұны Стелла өзі тауыпты, және өзінің жинаған ақшаларынан алған болып шықты. Және осыны алу үшін күзгі демалысында жұмыс істепті. Мен жылап кеттім. Өз істеген қылығыма қатты ұялдым. Не істерімді білмедім. Енді мен Стелламен қарым-қатынасымды жақсарта бастадым. Және өзіңнен әлсіз кісілерге ылғи көмектесіп, түсініспеушілік танытпау керек деген шешімге келдім. Достар, егер сіздерге видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге назарларыңызға көп-көп рахмет.